Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен дәрумендер және олардың сипаттамалары туралы тақырыпты түсіндіретін боламыз. Дәрумендердің жалпы сипаттамасына келетін болсаңдар, дәрумендер латын тілінен аударылған витамин, яғни тіршілік деген мағынаны білдіреді. Тіршілік етуге қажетті ерекше органикалық заттар, дәрумендердің биологиялық белсенділігі өте жоғары. Барлық дәрумендер белгілі бір үдеріске қана емес, ағзадағы үдерістер кешеніне әсер етеді. Дәрумендердің көпшілігі азық-түлік құрамында болады, кейбірі ағзада синтезделеді. Ағзаға қалыпты жұмыс істеу үшін күніне шамамен 20 түрлі дәрумен ішу керек. Осы дәрумендердің өзін дәрумендерді 1880 жылы Лунин ашқан болатын, ал осы дәрумен деген терминнің өзі 1910 жылы қолданысқа енген. Дәрумендердің екі түрі бар: майда еритін және суда еритін. Майда еритіндерге С, Д, А жататын болса, ал майда еритіндерге К, Е, Д, А жататын болады. Және осы майда еритін дәрумендердің тоқталатын болсақ, С дәрумені, яғни аскорбин қышқылы. С дәруменің бүкіл қыры әлі бізге белгісіз, сондықтан біз маңызды және зерттелген қызметтерін қарастыратын боламыз. Бірінші, ағзаның жұқпалы антидене синтезделетін ферменттердің құрамында болады. Екінші, сүйек пен тістің берік болуына әсер етеді, яғни фосфор мен фтордың жұмысын жақсартады. Үшінші, эпителий ұлпасының қалпына келу жылдамдығын арттырады. Соның нәтижесінде қан тамырларының серпімділігі жоғарылайды. Олардың зақымдануының тозуын кедергі келтіретін болады. Және осы жерде С дәрумені кездесетін жемістер ютубқа видео отсылка бар, сол арқылы оны көре аламыз. Екінші, Б1 дәрумені, яғни тимин, Б тобына жататын басқа дәрумендер сияқты, ол жүйке жүйесінің қызметіне маңызды рөл атқарады. Б1 витаминінің жетіспеуі көмірсулардың алмасуының бұзылуына апарып соғады. Соның салдарынан жүрек қан тамырларының жүйесі жұмысы бұзылады. Б1 дәруменінің абитомиоз кезінде адам бері-бері ауру пайда болады. Оның салдары адамның денесі қалтырайды, қимыл қозғалысы бұзылады, ұйқышыл және селқостық пайда болады. Миы қалыпты жұмыс істемейді. Және осы Б1 дәрумені көбінесе жасыл түсті жеміс жидектердің құрамында болады. Міне неде көріп отырғаныңыздай, және сонымен қатар еттерде, сүт өнімдерінде, тағы басқа жемістерде кездесетін болады. Одан ендігі А дәрумені, бұл майда еритін маңызды дәрумендердің бірі болып табылады. Екінші аты ретинол, ағзаның өсуі мен дамуы, эпителий ұлпасы, жасушаның шаш, тері, шырышты қабаттың жаңаруы, қалыпты көру үшін қажет. Ол ымыртта, яғни түнде, кеш бататын уақытта жақсы көруге әсер етеді. Бұл А дәрумені жетіспесе, кері құрғақ болады, жарылады, қапшықтанады. Тыныс алу жолдарының сілемейлі және көздің қасан қабығы қалпына келмейді. Бұл дәруменнің абитомияз кезінде ақсам соқыр ауру пайда болады. Яғни қас қарайған кезде, кеш батқан кезде көз көруі төмендейді, нашарлайды. Және олар көбінесе суретте көріп отырғандай сәбізде, алмада, қызанақта көптеп кездеседі. Яғни жемістердің құрамында қызыл сары пигменттер болу керек. Келесі дәрумен ол К дәрумені. Бұл дәруменнің жетіспеуі қан ұйымының бұзылуына, соның салдарынан қан жоғалтады. Бұл көбінесе саумалдық, қалақай, түсті қырқанат, асқабақ, сәбіз, алмаз сияқты жемістерде көптеп кездеседі. Және ол ішек микрофлорасын синтездейді. Және осы туралы қосымша Витамин К. Хенрик Дам и Эдуард Дойзи, ученые, получившие Нобелевскую премию за открытие витамина К. Первое описание он получил в научном журнале, редакторами которого был назван коагуляционным витамином К. Коагуляция от латинского коагулята – сгущение. Основная функция витамина К в организме – повышение свертываемости крови. Присутствует он во многих растительных продуктах зеленого цвета – шпинат, зеленые помидоры, крапива, киви, капуста, а также почти во всех животных тканях – мясо, яйца, молоко.
Химики выделяют витамин К из полукустарника люцерны и гниющей рыбной муки. Для того, чтобы усвоить витамин К, организму необходима желчь. В ней он растворяется. Переизбыток витамина К может привести к увеличению вязкости крови, поэтому он не рекомендован людям, страдающим варикозом и повышенным холестерином. Потребность организма в витамине К резко возрастает с принятием антибиотиков. кезекте осы информацияны алған информациямызды қорытындылау қайталау мақсатында тест сұрақтарына жауап берейік. С дәруменнің пайдасы, яғни көру қабілеті жақсартады, дұрыс емес. Эпителий ұлпасының қалпына келуін жылдамдығын арттырады, яғни екінші бір маңызды қасиеттердің бірі болып табылады. Келесі бұл бір дәрумені, яғни тимин, иммунитетті күшейтеді, теріні және қан тамырларын қорғайды. Бұл жаңа айтып өткендей А дәрумені болатын. Дұрыс емес. Екінші, сүйектерді қалпына келтіреді. Сүйектерді қалпына келтіретін бұл С дәрумені болатын. Ағзаны жұқпаларға қарсы тұруын арттырады, антидене синтездейтін ферменттердің құрамына болады. Бұл да жатпайды, бұл өйткені С дәруменінің қызметтеріне жатып кетеді. Үшінші, жүйке жүйесінің қызметіне маңызды рөл атқарады. Бұл дұрыс. Келесі дәрумен бұл А дәрумені ретинол, яғни авитомиоз кезінде ақшам соқыр ауруы пайда болады. Дұрыс. Жаңа айтып өткеніміздей, қас қарайған кезде адамның көру қасиеті, қабілеті нашарлайды. Ішек бүрлерінде кальций, бұл жаңағы С дәрумені болатын, көп мөлшерде ашытқы, бидай, бұл жаңағы К дәрумені болатын. Дәрумендердің жетіспеуінен байқалады бұл Д дәрумені. Келесі осы видеоларды арқылы олардан қандай аурулар пайда болады, қандай ауруларға алып келеді авитомиоз кезінде, соларды сәйкестендіру болады. Мен істеп қойдым. Енді осыны талдап кетсек, Д дәрумені жаңағыдай. Д дәрумені көбінесе оны екінші атауы күн дәрумені деп атайды. Яғни біз оны көп мөлшерде күннен алатын боламыз. Яғни осы Д витаминінің жетіспеуінен неше ауруы пайда болады. А витамині, яғни жаңағыдай айтып өткендей, ақшам соқыр ауруы пайда болады. Ал бұл жерде К дәрумені қан ұйымайтын, яғни тромбоциттердің жұмысын нашарлатады, егер жетіспейтін болса. Яғни қорытындылай келе, дәрумендер адам ағзасы үшін өмірлік маңызды органикалық заттар. Олар энергия көзі болмаса да, ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне, зат алмасу процестерінің қалыпты жүруіне, иммундық жүйенің күшеюіне және өсу мен дамуының реттелуіне тікелей әсер етеді. Әр дәрінің өзіне тән қабілеті және қасиеттері бар, солар арқылы олар қызмет ететін болады. Және кері байланыс осы сабақтың қалай өткенін бағалап кетсеңдер. Үй тапсырмасына осы алған мәліметтерді кесте түрінде жазып келетін боламыз.